бизнестан кейін, мемлекеттік қызметтен кейін стартап ашу оңай емес. Сіздер сонда қазір көбінесе Қазақстанда, Өзбекстанда ашылып жатсыздар. Осы географиялық экспансия туралы айтып кетсек та. Сол жас кезімнен өзім мемлекеттік қызметте істеймін, өзімнің халқыма қызмет етемін деген сондай арманым болған. Сонда Қазақстаннан шыққан бірінші юникорн болу сіздерге ол да бір бөлек бір мотивация сияқты ма? 3 жыл шынымды айтсақ, былай табыс болған жоқ. Ол тек қана табыстық па, немесе ол да сіздің бір Қазақстанға келтіретін бір пайдасы ма? Бірақ анау $600 мың инвестицияда ол да ондай көп ақша емес деп санауға болады. Сонда сізде басында жұмыскерлеріңіз осы идея деген сенімімен, сол сенім арқылы біраз қиыншылықтан өтіп, сосын барып өстіңіздер, получается. Оценкамыз $15 миллион растады біздің оценкамызда. Жалпы өзіңіз оған қалай жеттіңіз, қалай сол акселерацияларға біріншіден кіруге болады, ол жерден қандай пайда алуға болады? Біздің миссиямыз қалай, ол технология мен инновация арқылы осы адамдардың өмірін жақсарту. Инвестдала by EA Group. Бәріне сәлем, бұл Инвестдала подкасты, менің есімім Ғани. Біз бұл подкастта қазақстандық венчурлық нарықтың эксперттерімен, әйгілі тұлғалармен әңгімелесіп, аналитика, инсайттармен бөлісіп, актуалды тақырыптарға әңгімелесіп, талқылап жаңалықтарды. Ең бастысы бұның бәрін қазақ тілінде жасаймыз. Және бүгін бізде қонақта Trustme компаниясының негізін қалаушы Шыңғыс Дәулетбаев. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Рахмет шақырғаныңыз үшін. Өте қуаныштымыз студиямызға келгеніңізге. Trustme компаниясы, жалпы айтып кетейін, SMS арқылы келісімшарттарға қол қоюға мүмкіндік беретін цифрлық платформа. Trustme компаниясы жақында естігеніміз бойынша TeamRapper'дің инвестициялық фондынан $1 миллион инвестиция алды деп естідік. Біз оны әлі жариялаған жоқпыз. Біз айттық, біз сол қазір келісім шартқа отырып жатырмыз деп, бірақ енді жаңағына сіз айттыңыз, сәлден кейін осы подкаст шығады. Біз әлі әлеуметтік желілерде бақта әлі жариялаған жоқпыз, бірақ біз сол инвестицияны Аллаға шүкір алдық. Осы сіз шынымды айтсам, осы енді сіздің подкастыңызды бақ деп санасақ, онда ол біздің бірінші алғашқы жариялағанымыз осы да болады. Құттықтаймын. Бұйыртса солай болсын. Тағы келіп тұрыңыз подкастымызға. Бұл туралы жалпы осындай нәтижеге компанияның қалай жеткені туралы, сол жолда қандай қиыншылықтарға тап болғандарыңыз туралы, және де болашақта қандай пландарыңыз бар екені туралы әлі әңгімелесеміз. Мен қазір подкасттың басында кішігірім тыңдармандарымызға бір сұрақ қойып кетейін дегенмін, жалпы осы тақырып туралы, сіздердің индустрияларыңыз туралы. Қазіргі таңда цифрландыру дейді ғой, сол өте қарқынды дамып жатыр. Бизнестің бүкіл бөлшектерінде, финансы болсын, жаңа құқықтық құжаттама болсын, соның бәріне өте көп енгізіліп кіріп келе жатыр. Сіздердің ойларыңыз бойынша осы бизнесті толықтай цифрландыру ол қажеттілік пе, немесе таңдау ма? Осы туралы ой пікірлеріңізді комментарийға қалдырыңыздар. Рахмет. Ал тағы бір рет қош келдіңіз. Шыңғыс, өте қуаныштымыз. Жалпы сіз туралы кішкене зерттегеніміз бар. 2000 жылдары бизнестен бастағансыз, студенттік кезінде. Одан кейін бір сол саламен IT компания ашқансыз. Одан кейін мемлекеттік қызметте кеттіңіз. Ол жақта да үлкен жаңа басшылық лауазымдарға дейін жетіп, қайтадан бизнеске келдіңіз, жаңа CDM Production, директі фильмдері түсіретін компания. Осының бәрінен кейін стартап ашу, фаундер болу, соған қалай келдіңіз? Сіз үшін ол кішкене даунгрейд болған жоқ па, қорқыныш, күмән болған жоқ па? Жалпы сол туралы, өзіңіз туралы айтып кетсеңіз тыңдармандар үшін.
көп рахмет енді алдымен шақырғаныңыз үшін. Шынымен енді бизнестан кейін, мемлекеттік қызметтен кейін стартап ашу оңай емес. Шынымен ол даунгрейд деп санауға болады. Неге? Өйткені стартапта сен ондай бірден табыс көрмейсің да. Мысалы біз стартапты Трасмеді бастағаннан бері алғашқы біздің табысымыз 2 жылдан кейін ғана келді. Сол мысалы бірінші жылы ол табыс 7 миллион теңге болды. Мысалы ол бізде үлкен командамыз бар, оларға айлық төлеу керек. Әрине оның бәрі біз минусқа жүрдік. Екінші жылы да мысалы біздің тапқан сомамыз 139 миллион теңге болса, біздің шығынымыз одан 2-3 есе үлкен. Сондықтан стартап жүргізу ол оңай емес. Өйткені алдында сен біраз нәрсені қалыптастыру керексің, өзінің атын шығару керексің. Содан ғана сен енді спрос деп айтады ғой, сол спрос одан ғана спрос болады. Сол енді мен оған қалай келдім? Жас кезімнен бастап сол өзім технологиялармен, инновациялармен қатты қызыққанмын. Кішкентай кезімнен компьютерді толығымен 99 жылдан бастап компьютерді толығымен шашып, оны қайтып жинадым өзім. Сол кездерде 2000 жылдардың басында енді CD диск шыға бастаған тұғын. Сол алғашқы рет сол барып бір компаниядан CD-RV алғанмын. Сол как раз дискілерді жазу үшін. И оларды дисковод. И сол дискіге жазуға болады да, оны сол кезде ешкім білмейтін. Сол кезде Зайцев.нет деген сайт болған 2000 жылдардың басында. Сол адамдарға сол 200 теңгеге, сол кезде 200 теңге деген өте үлкен ақша. Оларға ақылы түрде сол музыка жазып берген машиналарына. Сол кезде мен мектепте оқимын әлі, бірақ уже технологиямен қызыға бастадым. Енді бірақ өмірге қарасақ, енді біз өміріміз қалай жүреді білмейміз ғой. Сол жас кезімнен өзім мемлекеттік қызметте істеймін, өзімнің халқыма қызмет етемін деген сонда арманым болған. Енді арманым ба білмеймін, ол атам ба, сол мен жас кезімнен сол халыққа қызмет ету керексің деген. Оны сіңдірді ма сізге? Маған сіңдірді да, содан бері сондай қалыптасып өскенмін өзім. Енді мемлекет қызметте де келіп өте қысқа мерзімде, мысалы главный эксперт болып, сосын басқарма басшысы, директорның орынбасары, сосын министрлікте директор департамент міндетін атқарушысы болдым. Өте мынандай қысқа мерзім кезінде. Неге мен оны былай артқа қарап ойлап жатырмын да? Өйткені сол жаңа миссиямды деп санадым да, өзімді аямай қызмет еттім. Азынан кешке дейін, енді жұбайым білет, өзім 19 жасынан бастап өзім үйленгенмін. Сол күні түні жұмыста болдым. Жұмыста болып, сол жаңа идеяларды, жаңа инновацияларды енгізіп, жұмысқа солай тез өсуге дәл тура келді. Содан енді хабар агенттігіне шақырды, одан бизнесім шықты, как раз сіз жаңа айтқандай, именно продакшн бизнес. И сол бизнесті жұмыс істеп жатқанда, немен біз нені байқадық, енді ол біздің мемлекетте деп айтуға болмайды, жалпы енді совет бүкіл СССР-дің болған мемлекеттерде лақтыру деген ұғым өте қатты қалыптасқанда, сондықтан бізде де оған ұшар болдық, бізде оны көрдік, қаншама адамдар, компаниялар ондайға өте жеңіл
деп қарады да, сол біз Trust.me деген өзінің тәжірибемен бөлісетін сондай платформаны шығарамыз деп ойлап шықтық. Сол бірақ оны біз бизнес проект ретінде емес, оны біз әлеуметтік жоба ретінде шығардық. Сол біздің ойымыз қалай болды? Бізде басқа бұрынғы компанияларда Admasters, SDM Production, Digital Academy деген 3 компания болған. Олардан табысымыз жақсы болды. Енді соңғы жылдары жылына 300-400 мың доллар кем дегенде таптық. Әр компаниядан, таза. Енді бүкіл барлығынан, бүкіл компаниялардан, Сол біздің ойымыз қалай болған? Сол әлеуметтік жобаны жүргіземіз, табысымызды енді сол табысын сол әлеуметтік жобаға жұмсаймыз деп. Бірақ сол кездерде 2020 жылдың аяғында бізде Қазақстанда Сбер 500 деген программа жүрді, америкалық. Сол кезде 500 стартапс деген қазір ол Global 500 деп аталады. Солармен бірге буткемп жүргізілді да, сол біз сол буткемпке қатысып, сояқтан мысалы венчурлық инвестиция не екен, стартаптарды қалай жүргізу керек, гипотезаларды қалай тестілеу керек, соның бәрін былай түсіндік та, түсіндік, что біз өзіміздің платформамызбен бүкіл әлемге тез өсе алады екенбіз. Содан бері мен бүкіл анау бизнесімді тастап дегендей, фокусымды тек қана Trust.me-ға жүктеп, сол Trust.me-мен айналастым. Енді әрине фокус Trust.me-дан болған соң, анау компаниялар олар әлсіре бастады, проекттер енді табыстары азайғаннан кейін біз үлкен шығындарға ұшырадық. Содан бері енді Trust.me-мен айналыстық. 3 жыл шынымды айтсақ, былай табыс болған жоқ, былай жаңағына ең алдында айтып кеткендей, 3 жыл біз инвестицияларды тартып, солай күнімізді көрдік. Сол 3 жылдың ішінде енді соңғы дрейпердің $1 миллион санамағанда 600 мың доллар инвестиция тарттық. Оған қоса жаңағына айтқандай табыстарымыз болды компанияның, бірақ әрине ол табыстар өте аз. Бірақ анау 600 мың доллар инвестицияда ол да ондай көп ақша емес деп санауға болады. Неге? Өйткені біздің енді мақсатымыз өте үлкен, өте жоғары. Сондықтан біз бүкіл әлемге өзіміздің сол жаңағы сіз алдында айтқан Trust контракт, келісім шарттарға бір кликпен отыруға болатын сол жүйені бүкіл әлемге таратамыз ба деп сондай жоспарымыз болған. Бірақ именно сол инвестицияны тарту мәселесі бізге қиын болды. Ол бізге ғана емес қиын, ол бүкіл біздің бүкіл стартаптар Қазақстанда соған қиыншылықпен кездеседі. Сол енді бізде де ол болған, бірақ Аллаға шүкір, жаңа сіз айтып кеткендей, осы бірнеше күн бұрын біз америкалық венчурный инвестор Тим Дрейпер, өте әйгілі адам, SpaceX, Tesla, Skype, қытайлық Baidu деген, біраз анау Robinhood, Coinbase, өте мынандай атақты стартаптар қазір әлемдегі. Сояққа ол алғашқы инвесторлардың бірі болды. Енді сол инвестордан біз $1 миллион тарттық. Аллаға шүкір, оценкамыз $15 миллион ол растады біздің оценкамызда. Енді сол ақшамен біз енді Құдай қаласа бүкіл әлемге тарап, тез өсіп, сондай масштабироваться деп айтады ғой, сондай жоспарымыз бар. Жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой, басында сіз бизнесті жаңағы мемлекеттік қызметте жұмыс атқарып бастаған кезде сізде андай патриоттық сезімдер болды, талпыныстар болды. Сосын бизнесіңіз болды, бір стабильный бір табысыңыз болды бизнестерден. Сосын соның бәрін тастап, жаңа тек қана фокусты осы Trust.me стартабына ауыстыруыңыз, тек қана осымен айналысып бастауыңыз қандай мақсатпен, қандай талпыныспен болды сонда?
ол тек қана табыстық па, иә. немесе ол да сіздің бір Қазақстанға келтіретін бір пайдасы ма, немесе жалпы әлемге жаңағы пайдасы тиеді деген ой болды ма? Сол жағын айтып кетсеңіз. Өте дұрыс сұрақ, көп рахмет. Расында да біз бастағаннан бері, мысалы сіз жаңа айтып кеткенде, өзіміздің алдында бизнесіміз болған, бизнеста біраз енді ақша табыс болды. Шынында айтсам, сол ақшаны қайда жұмсаймын деп сондай сұрақтар туындайды да. Онымен не істейсің? Аллаға шүкір, машинамыз болды, пәтеріміз болды, балдарымыз жақсы мектепте оқиды. Сосын былай ойладым, не істеймін? Өзіміздің офисімізді алып алдық. Оны ай сайын жұмсап тұрамыз ғой. Сосын банктан звондап тұрады постоянно, депозитқа ақшаны қойыңыз, депозитқа ақша қойыңыз деп. Енді біз енді мұсылман болғаннан кейін сол депозитқа былай ақшаны қойып көрмеппіз да, кредит алған жоқпыз да. Оған енді тиым салынған ислам дінінде, содан біз оған депозитқа ақша сала алмайсың. Бірақ ақша бар болса да, оны енді үрей деп айтады ма, бірне бір тыныштық жоқ та жүрегінде. Сол ойлайсың, не үшін өмір сүріп жатырмын деп, не істеп жатырмын, қандай пайдам тиеді деп. Сол біз Трастмиді бастағанда, жаңа айттым ғой, әлеуметтік жоба деп. Сол біз оны әлеуметтік біздің елімізге пайдасын алып келсін деп сондай ниетпен бастағанбыз. Одан әрі қарай енді оны жалғастырсақ, анау траст контрактта мысалы, ол да әлеуметтік жоба деп санауға болады. Өйткені ол екі жақты да қорғайтын құрал, иә. Келісім шартқа отырса, ол өте оңай, өте тез болса, онда ол сондай өзінің пайдасын алып келетін технология. Соны енді біздің басты мақсатымыз, ол біздің миссиямыз қалай, ол технология мен инновация арқылы осы адамдардың өмірін жақсарту деп аталады. Енді біздің миссиямыз сол. Енді Аллаға шүкір, сол біз миссиямызға орай өзіміз жұмысымызды атқарып жатырмыз. Менің ойымша, адамда сол миссия болса, өзінің бір алдына қойған ниеті болса, ол қандай да бір қиыншылық болса, не болса да, ол өзінің ісін тастамайды да, ол әрі қарай жүруге оған шабыт береді, оған күш береді. Сондықтан менің ойымша, қазіргі жастар, олар бірден бір істі бастаймын десе, әсіресе стартапты бастаймын десе, олар ең бірінші өзіне қоятын сұрағы, мен не үшін оны жасап жатырмын? Оның артында не тұр? Ол тек қана ақша болса, ол қиыншылықтар болғанда бір сондай нәрселермен, мысалы, олар тастап тоқтап қалуы мүмкін. Әбден мүмкін да. Сондықтан өзіне ең бірінші мәселе қоятын, ол мен оны не үшін істеп жатырмын деп. Сол сұрағыңызға көп рахмет. Рахмет сізге де, өте күшті жауап. Біздің жас мамандарға, жас фаундерлерге өте күшті кеңес беріп жатсыз. Енді Трастми туралы кішкене более детально тоқталатын болсақ, басында айтып жатсыз, жаңа әлеуметтік жоба болды ол. Сосын оның ішінде бірнеше продукт бар, жаңа Trust Contract. Тағы қандай продукттер болды? Олардың нелері қандай, миссиялары атқаратын? Ең басында сол Trust Review деп аталады. Ол өзінің пікір алмасатын платформа. Басқа компаниялар туралы, Бірақ біз оны жауып тастадық. Өйткені оны әрі қарай жүргізу үшін қаражат бөлу керек. Бізде, мен жаңа айтқандай, бізде қаражат жоқ болды, үлкен тапшылық болды. Біз соған постоянно, біз немен айналыстық, оптимизация расходов деп айтады ғой. Постоянно өзіміздің шығындарымызды кесіп, қазір әлі қалай үнемдейміз ақшаны, қалай әрі қарай оны расчеттаймыз деп, сол оймен жүріп, біраз нәрсемізді одан басқа, мысалы, ресторандар үшін Trust Business, Trust Places, ол қазіргі 2GIS сияқты нәрсе ғой.
сол болды, бірақ біз оны да түсіндік, иә. Біздің юнит экономика деген бар. Юнит экономика ол бір клиентті тарту үшін қанша ақшаң кетеді, және сол клиенттен сен қанша оның өмір бойы ақша алатын қаражатын қанша. Біз оны салыстырып көргенде юнит экономикамыз онша жақсы болған жоқ. Ең идеальный анау ол 1/3, иә. Сен мысалы $1 жұмсасаң, ол саған клиент болу үшін $3 одан табыс алып келу керексің. Ол ең идеальный расклад. Одан көп болса, ол значит сен маркетингке онша көп ақша құйып отқан жоқсың деген сөз. Одан аз болса, ол значит что-то не так, значит сен я продуктың дұрыс емес, я сен маркетингке чересчур көп ақша жұмсалатсың ба, сондай бір анандай өздерінің теориялары бар. Енді біз сол тугес сияқты бастадық, жаңа айтқандай юнит экономикамыз сай келген жоқ. Содан біз трасс-контрактқа пивот деп айтады ғой, бет бұрдық, пивот жасадық, и түсіндік, осы шынымен біздің тапқан енді алтын дәніміз, біздің әлемге бізді шығаратын продуктымыз, өйткені ол Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде керек нәрсе. Біз өзіміздің әлемдегі конкуренттерімізді зерттедік. Мысалы DocuSign деген бар, PandaDoc белорустар шығарған бар. Олардың уже құны бүгінгі күнге дейін уже бірнеше миллиард доллар, иә. Мысалы анау DocuSign'ның өзінің ең осы 2021 жылдары ма, өзінің пикі болғанда 60 миллиард долларға ма сондайға барған. Бірақ олардың мысалы шешімі өте оңай да. Олар тек қана мысалы экранда бүйтіп сызық или мышкамен бояйды да, өзінің қол қойып, болды. Сонымен келісім шартты жібереді. Сіздердің ерекшеліктеріңіз одан көбірек па функцияларыңыз? Біздің ерекшелігіміз біріншіден ол SMS арқылы, SMS болғанда ол номер телефонға байланып тұрады. Екіншіден бізде Face ID бар. Мысалы адам өзінің құжатын сканерлеп, өзінің бетін сканерлейді, ол екеуін сәйкес келтіріп айтады, ол шынымен расында сол адам ба жоқ па деп, сондай верификациямыз бар. Бірақ ол опционально, то есть ол обязательно емес, SMS-тің өзі жеткілікті. Мысалы ол келісім шарт шынымен осы адаммен жасалды деген SMS қана ол жеткілікті. Сондай, и біз әлемде мысалы Дубайға бізді Кастрейт деген бізде мемлекеттік компания бар. Олардың акселерациясына қатысып, олар бізді Дубай нарыққа бізге зерттеу жасаған, бізді клиенттермен таныстырған. И мысалы біз оларда зерттеу жүргізгенде біз олардан сұрағанбыз, мысалы сіз қазір DocuSign'мен пайдаланасыз, оның қандай кемшіліктері бар, не ұнамайды, не ұнайды дегенде. И сол зерттеудің нәтижесінде біз түсінгеніміз, біздің шешіміз оларға өте қолайлы, өте дұрыс. Олар да өздері айтты да, біз оларға көрсеттік қалай біздің системамыз жұмыс істейді екен. Олар айтты, біз сіздермен жұмыс істегіміз келеді деп. Содан біз енді түсіндік, біздің енді қалай айтады, қабілеттік бәсекелестігіміз бар. Біз бүкіл әлемге шыға аламыз, тез өсе аламыз деп, сол трасс-контрактты ары қарай дамыта бердік. Сонда сіздердің конкуренттермен салыстырғанда ерекшеліктеріңіз, ол сіздердікі сенімдірек, более безопасный дейміз ғой, сондай болып тұр ма? Ол ғана емес, бізде смарт-контракт деген технология бар. Смарт-контракт дегеніміз не? Ол мысалы ғасырлар бойы келісім шарттар олар қалай болды? Олар тек қана қағазбен жазылады, сол қол одан мүре басылады да болды. Біз енді шығарғанымыз, біз ішіндегі бүкіл нәрселерді оларды автоматтандыра аламыз. Мысалы уведомление жібере аламыз, келісім шарттың мысалы мерзімі келгенде, немесе кері
байланыс жинай аламыз, иә, сол келісім шарт күшін жойылғаннан кейін сол адамнан, сол компаниядан кері байланыс алуға болады. Сондай көп нәрсе автоматтандыруға болады да. Біз оның бәрін жасадық. Біз оған смарт-контракт деген атауын бердік. Неге смарт-контракт? Өйткені біздің жұмыс істейтініміз ол блокчейн технологиясында. И как раз блокчейнда эфириум деген криптовалюта бар, иә. Сол эфириум технологиясы олар ең алғашқы шығарған смарт-контракттар. Смарт-контракттар олар не? Ол код. Код, мысалы, сол жақта программировать етеді да, бір какой-то событие болғаннан кейін ол автоматты түрде біріне шығарады. Өзгеріс, бір шарт пайда болғанда, или бір когда встретятся какие-то условия, да, мысалы, ол автоматты түрде өзі біріне шығарады. Соны олар смарт-контракт деп атады. Бірақ смарт-контракт оны істеу үшін оны қалай код білу керек та, оны тек қана программисттер шығара алады. А біздің жүйеміз ол саған керек емес. Оның бәрі автоматизация. Біз оны өзіміз жасаймыз. Келісім шарттың ішіне сол бүкіл кодты жазып береміз, бүкіл шарттарды қоямыз. Осындай болғанда осындай болады, осындай болғанда осындай болады деп сол сөйтіп шығарамыз. Сол смарт-контракт дегеніміз осы. Мысалы, біз осы смарт-контракт шығарғанда енді әлі күнге шейін бізде ондай әлемде конкуренция жоқ. Қазір біз қарап отырмыз, Қазақстанда да бірнеше біздің енді конкуренттарымыз шығарып жатыр да. Мен қазір рекламадан көріп жатырмын, бізде смарт-контракт бар деп, анау енді өте қызық. Өйткені біраз компаниялар олар бізді сол копировать етеміз, біз сияқты шығарамыз деп, бірақ көбісі жалып қалып жатыр. Неге? Өйткені ол оңай іс емес. Ол бірден олар ойлайтын шығар, қазір мен бір 10 миллион, 20 миллион теңге құям да, дәл сондай шығарам, содан кейін, трасми сияқты ақша табам деп. Ол ондай емес. Оны шығару үшін ол, мысалы, бүгінге дейін технологиямызға бізде $1 миллион астам ақша кетті. Ол технологияға. Басқа заттарды санамағанда. Сол, и әлі де біз біраз қиыншылықтарға тап болып жатырмыз. Мысалы, анау жұмыс істемей қалады, мынау, енді ол түсінікті ғой, ол, в принципе, любой стартап өтетін процесс. Біз, мысалы, кейбір кезде, мысалы, осы кеше ғана бір шығарған анауымызда, мысалы, келісім шартта біреу кавычка қоя салса, қалай айтады қазақша кавычка? Мен де есіме түспейді. Кавычка қойса, анау код, ол оны өзінің коды деп санайды да, и дұрыс жұмыс істемей қалады. Сондықтан, мысалы, біз оны автоматты түрде сол кавычканы басқа мынандай квадратный скобкаға ауыстырамыз, и система әрі қарай жұмыс істей береді, мысалы. Бірақ оны қалай, оның алдын ала оны білмейсің ғой, оны ол сондай болатын екені. Ол тек қана тәжірибемен келеді. Бірақ біздің ең басты мақсатымыз, біздің клиенттеріміз ешқандай баг деп айтады ғой, багсыз, системаның қылауынсыз, құлаусыз, қателерсіз жұмыс істесін деген мақсатта біз оны әрдайым күнде оған инвестиция жасап жатырмыз. Мысалы, бүгінгі күнге бізде бүкіл инженерный составты алсақ, 10-нан астам адам жұмыс істейді инженерный составымыз. Ол әрине әр инженерный состав программисттар ғой, олардың жалақысы сіз білесіздер өте жоғары. Сондықтан кейбір компаниялар дәл біздің цветовой схема, дәл біздің текстімізді алып, сондай жасап, реклама жариялайды да, біз осындай аштық деп. Енді біз одан қорықпаймыз. Сондай жасайым десеңіздер, жасап көріңіздер. Әрине жаман емес. Қазақстанда ғана емес, біз мысалы Өзбекстан нарығына шықтық та, сол жақта бір жігіт бар, ол арлында біз сол Өзбекстанның басшысын жергілікті алдына Қазақстаннан жібергенбіз ғой, өзінің Мирас деген жігітімізді, біздің маркетинг бөлімін басқарған, сол жаққа Өзбекстанға барып компанияны ашқан Өзбекстанда.
содан бері сосын 7-8 айдан кейін давай Қазақстанға қайт, Қазақстанға керексің, давай Өзбекстанда жергілікті адамды алайық деп сол шешім қабылдадық. И бір кісі келді интервьюға, сол бүкіл бізден ақпарат алып, давайте сіздерге жұмыс істейін анау мынау деп, бірақ біз ол кісіні жұмысқа алған жоқпыз. Неге? Сәлден кейін енді басқа кісіні таңдап алдық. Сәлден кейін қарасақ, ол оказывается сол өзінің осындай жобасын жасап жатыр. Дәл сол идеямен ба? Дәл сол идеямен қазір бастап жатыр, бірақ енді қанша 8 ай өтті ма, оның әлі клиентурасы жоқ. Клиентурасы әлі ол решениясында шығарған жоқ. Сол әйтеуір сайты бар, біз әлеуметтік желілерді белсенді жүргізіп жатыр, инвестициясын тартып жатыр, бірақ жаңағында айтқандай ол оңай жұмыс емес. Оған қоса мен как раз таки Өзбекстанда сондай бәсеке болса ғой деп өзім армандап жатырмын. Неге? Өткенде Өзбекстанда бізде бәсекелес тым жоқ. Ол өте қиын. Олар DocuSign, Adobe солармен олар жұмыс істемейді. Ондай жоқ. PandaDoc ешқайсысы жоқ. Ондай ешқайсысы жоқ. Олардың жергілікті решениялары да жоқ. И ол бізге наоборот жаман. Неге? Өйткені біз халықты үйрету керекпіз. Біз халыққа түсіндіру керекпіз. Сендер қорықпау керексіңдер. Электронды түрде келісім шартқа тұру ол өте сіздерге қолайлы, ыңғайлы, сіздің бизнесіңізді алға жүргізеді, табысыңыз көбірек болады, ол үнемдейсіз, қанша ресурстарды үнемдейсіз. Біз оның бәрін түсіндіру керекпіз. Қазақстанда да мысалы ең алғашқы біз шығарғанда бізде прямой конкуренция, тікелей бәсекелестік деп айтады ғой, болған жоқ. Мүмкін бірнеше решениялар болды, бірақ олар электрондық документ оборот деп айтады ғой. Олар басқа, мысалы олар ECP-мен қол қояды. Өте күрделі, қиын да, оны түсіну үшін ғана ол жай ғана адам түсіне алмайды оны. Өте қиын. И сол компаниялардың бүкіл олар мысалы бізге заявка түссе, сосын оларға да заявка түседі, и аналар бізді, ой, trust me, қазір олармен жұмыс істесеңіз, сіздерде, ол анау келісім шарт нелегальный болады, оның күші жоқ деп, ол ертең ешқандай сот оны қабылдамайды, анау біраз жаман нәрселерді бізге қарсы айтты да. Сол енді оған қарамастан біз өстік, біз нарықты үйреттік. Қазір қарасақ бізді копировать ететін компаниялар енді шығып жатыр, бірақ жаңа мен айтқандай олар бір жылдан кейін обычно жабылады. Сіздер сонда қазір көбінесе Қазақстанда, Өзбекстанда ашылып жатсыздар. Осы географиялық экспансия туралы айтып кетсек та, мысалы бізде Қазақстанда қазір цифрландыру, жаңа цифрландырған документтер, егов, соның бәрі өте қарқынды, өте жақсы дамып жатыр, бізде қолжетімді. Ал мысалға басқа елдерде ол жағдай қалай? И әсіресе мысалға Европа елдерінде да, о жақта мысалға жаңа персональный данный дейміз ғой, сол жағынан өте заңдар өте қатал, жаңа GDPR деген бар. Солармен сіздер жалпы ойларыңыз бар ма, сол жаққа өсу деген, сол нарықтарға бару деген, баратын болсаңыздар, сол жаңа нелерді, барьерлерді қалай шешесіздер? Бізде мысалы бүгінге күнге дейін басқа нарықтарға шығу sales led growth деген бар. Sales led growth деген ол сен реклама бересің, реклама бергеннен кейін заявканы аласың да, сол заявканы сату бөліміне түседі да, сол сату менеджер ол қызметі атқарып, сол бәрін түсіндіреді. Қалай жүйе жұмыс істейді, қандай оның жақсы жүйелері бар, анау деп, соның бәрін сосын сатады да, сосын customer care деген бар, customer success'ке түседі. Customer success оларды онбординг жасайды, бүкіл сол клиент болсын деп бәрін түсіндіреді, көрсетеді, сөйтіп жұмыс істеп бастайды. Sales led growth-тың бір кемшілігі бар. Оның шығыны көп. Неге? Өйткені сен сату бөлім
қаржыландыру керексің, customer success'ты қаржыландыру керексің, сондай көп шығындар кетеді да. Енді біз инвестиция алғаннан кейін біз қазір әлемге шыққымыз келеді. Енді біз Қазақстанда Қазақстан, Өзбекстанда тек қана sales led growthпен өсе аламыз. Неге? Өйткені бізде әлі халық үйренбеген сондай решенияларға да. Сондықтан біз оларға түсіндіру керекпіз. Мысалы басқа мемлекеттерді алсақ, мысалы сол ақш-тың өзінде де анау DocuSign жаңа деген компания, ол 2003 жылдан бастап өзінің міндетін қызметін көрсетіп жатыр. Сол енді 20 жылдан асты, бүкіл адамдар олар сол келісім шарттарды уже үйренді сол DocuSignмен қоюға. Оларға түсіндірудің қажеті жоқ. Оларға просто айтсан, біз DocuSignның конкурентіміз, біз осы нарыққа шығып жатырмыз десек, олар бәрін түсінеді. Оларға ешқандай түсінудің қажет жоқ. Электронный қол қоюдың культурасы бар уже, культурасы бар. Оған қоса тек қана смарт-контрактты түсіндіресің да болды. Бірақ оларда смарт-контракт workflow automation деп аталады. Сол workflow automation'ды біз түсіндіреміз, айтамыз. DocuSign плюс мысалы workflow automation'ның мысалы номер 1 компаниясы бар, Zapier деген мысалы. Zapier деген, сол DocuSign плюс Zapier'ді деп түсіндірсем болды, олар түсінеді сразу. Ол не деген шешім, олардың бизнесінде ол қалай көмектеседі. Сондықтан сояқта сату бөлім бізде ұстау қажет жоқ. Сондықтан ол product led growth деп аталады. Product led growth дегеніміз жаңағы продукттың өзін сатады. Самое главное, оған жақсы нормальный лендинг пейдж, посадочная страница деп айтады ғой, сол веб-сайт, грубо говоря. Да, веб-сайтын жазсан, ішінде бәрін түсіндіріп, и олар уже өздері үйренген. Өйткені любой олардың решениясын алсан, Мира болсын, любой, да, сояқта адамдар, олар обычно без отдела продаж өздері тіркеліп, өздері бүкіл істерін жасап, бірден пайдалана бастайды. Енді біз осы инвестициямен, құдай қаласа, product led growth арқылы сол нарықтарға шығуымыз керек. Соған қазір жоспарлап жатырмыз. Аллаға шүкір, сол үшін осы бір жыл бұрын біз Америкада Юсуп Тумгоев деген бір жігіт бар, MyMind деген стартап болған, олар Digital Bridge'ді отқан, осы 2023 жылы Sabi Foundation қаржы алған. Енді өте сондай белсенді стартап. Соның фаундері, SEO Юсуп қазір біздің Trust Me жобасына қосылды. Ол как раз сол шешімге жауапты болады. Қандай лауазымда қосылды? Ол алдында сол Trust Contract Self-Service AI деп біз оны атадық. Сол Product Led Growth бүкіл әлемге шығатын. Бірақ қазір біз оны Product Owner Co-Founder лауазымы шығардық. Сол қазір ол жұмысқа кірісіп жатыр. 3 апта болды күнге дейін. Ол да бір жаңалық дейсіз ғой? Ол да өте үлкен жаңалық. Ол біздің Trust Me-дің өсуіне үлкен қарқынын береді. Сонда оның фокусы сол жақта бола ма? Экспаншнға? Оның қазір фокусы ол Назарбаев университеттің компьютер сайенс бағдарламасын біткергеннен сол ол қазір бүкіл біздің программамыз қалай жұмыс істеп жатыр, оның ішінде под капотом деп айтады ғой, бізде под капотом не бар, соның бәрін қазір зерттеп жатыр, қарап жатыр. Бүкіл біздің продуктпен разработкамыз өзінің қолына алды, соның басшысы болды. Қазір ол сол бірнеше ай осымен жұмыс істейді. Бәрін түсінгеннен кейін сол қазір уже бастап жаймен деп анау решениені разрабатывать етіп жатыр, олар шығарып жатыр. Соны шығарғаннан кейін енді біз ойлап жатырмыз, құдай қаласа ақпан айында 2025 жылы біз уже жаймен деп шыға бастаймыз. Сол құдай қаласа сол жоспарлап жатырмыз. Сол Юсуп соған жауапты болады. Сол ол бүкіл ананы жүргізеді деп сенімдеміз. Одан басқа сіздердің жаңа біріккен Араб Эмираттары мен Турцияға шығады деген пландарыңыз туралы жариялағансыз. Олар қалай болып жатыр? Олар сол біз сол Өзбекстандағыдай sales led growth өзіміздің компаниямызды ашып, сояқта
адамдарды жұмысқа алып маркетингті өзіміз полностью жүргізіп сондай ойымыз бар сол нарықтарға. Өйткені біз сол жақта да зерттедік, біз сол нарыққа өте керекпіз. Біз сияқты сол жақта енді смарт-контракт бүкіл ананы алсаңыз решениялар жоқ. Сондықтан тезірек шығу керек. Бізге кедергі болған оның алдында ол тек қана ақша тапшылығы, инвестиция жоқ болды. Біз Қазақстанда еле-еле там выживали деп айтады ғой, иә, сонда өзіміздің күнімізді көріп, кассовый разрыв постоянно, айлыққа ақша жетпейді, одан анау қарызға алып достарымыздан әйтеуір біраз сондай енді бүкіл тасми ашылғаннан бері не көрмедік сондай, иә, сондайға біраз қиындықтарға ұшар болдық. Мен осы ненің эпизодтан алдын медиада оқыған бір мақала көрдім, оқыдым. Сіздің осы 2025 жылдың соңына дейін орталық Азиядан бірінші шыққан юникорн, яғни бағасы $1 миллиард асқан компания боламыз деген болжамыңыз туралы оқыдым. Сол туралы не айта аласыз? Қалай жүріп жатыр? Нешінші жылға дейін? 2025 соңына дейін деп айтқансыз. 2027 жылы. 7 дедіңіз ба? 2027 біздің ойымызша 2027 жылға дейін Қазақстандан сондай оған дейін юникорн шығады деп ойламайсыз ба? Мысалы шығу мүмкін, бірақ ол притянутый за уши юникорн болады деп ойлаймын. Мысалы Астана хабтың олардың стратегиялық жоспарында бірнеше жыл бұрыннан 2025 жылға дейін, сол аяғына дейін 1 миллиард тұратын компания шығады деп олар сондай өздерінің жоспарын қойған. Бірақ мысалы уже 3-4 күннен кейін 2025 жылы келеді ғой. Сол ондай пока стартаптар бізде жоқ. 100 миллион тұратын стартаптарымыз бар, Аллаға шүкір, Қазақстанда. Бірақ олар бір жылдың ішінде 10 есе өседі деген ондай пока болжам жоқ, ондай стартаптар жоқ. Сондықтан оның алдында да біз былай зерттегенбіз, қарағанбыз. 2027 жылға дейін біздің ойымызша Қазақстанда ондай стартаптар пока жоқ болады. Сондықтан біз өзіміздің мақсатымыз ретінде қойдық 2027 жылға дейін компанияның құнын бағасын $1 миллиард өсіру, сол Қазақстанда бірінші юникорн болады деп сондай жоспарымыз бар. Сондай ол жоспар емес, ол мақсатымыз. Біз мақсат қойдық. Жаңа айтып жатсыз ғой, біз осы Қазақстандағы басқа стартаптарды зерттеп қарап келеміз, бағалаулары қалай өсіп жатыр, кім қашан юникорнға дейін жетуі мүмкін деп ше. Сонда Қазақстаннан шыққан бірінші юникорн болу сіздерге ол да бір бөлек бір мотивация сияқты ма? Ол бізге әрине, ол мысалы мен өзім министрлікте жұмыс істегенде стратегиялық жоспарлау департаментін басқарғанмын министрлікте. Біз бүкіл Қазақстанның мысалы Қазақстан 30 ең Қазақстанның 30 ең дамыған елдердің қатарына қосылу 2053 жылға дейін. Оған қоса Қазақстан жасыл экономикаға көшу 2053 жылға дейін сондай концепцияларымыз жазғанбыз. Бүкіл Қазақстанның министрліктердің, жергілікті атқарушы органдардың, солардың стратегиялық мақсаттарын біз оларды қарап растағанбыз, иә. Сол енді сояқта сол жұмыста мен ең мысалы сондай жинаған тәжірибемден бірі ол стратегиялық бірнеше жылға жоспарлау, алға қарау дегендей. Содан біз алсақ мақсат ол өте маңызды. Мемлекеттік деңгейінде болса, компанияның деңгейінде болса, даже адамның өзінің деңгейінде, мысалы адам өзіне 10 жылдық, 20 жылдық, 30 жылдық мақсаттар алға қою керек. Өйткені сол мақсаттарды қойғаннан соң оның ойлау қабілеті, осы өмірге қарауын мүлдем басқа болады да. Ол уже өзінің өмірін жоспарлайды. Мен соған
жетуім үшін мен қанша кітап оқу керекпін, мен қанша жұмыс істеу керекпін, қанша ақша табу керекпін, өзімнің отбасымды қалай қашан үйленіп деген балалы шағалы қашан болады деп бүкіл сол жалпы жалпы өмірі өзгереді да. Сондықтан ең әуелі біз сол қойған мақсатымыз ол біздің командамызға, ол біздің жұмысшыларымызға. Өйткені біздің команда өте мықты, бірақ оларға горизонт керек та, алға қойған талпынатын жоспар керек, олар түсіну керек, сол жаққа жету үшін олар не істеу керек, біз қандай этаптардан өту керекпіз, не істеу керек, қанша инвестиция тарту керекпіз, табысымыз қанша болу керек, қанша мемлекетте жұмыс істеу керекпіз деген, оның бәрі өзі рет-ретімен келеді да. Сондықтан біз сол мақсатты қойдық. Ол біздің ең жоғарғы мақсатымыз емес, одан кейін әрине әрі қарай мақсаттарымыз бар. Оларда сол мақсаттан кем емес, бірақ сол өзіміздің командамызға қойған мақсаттарымыз сол. Ол өте маңызды әр компанияға, жаңа айтып кеткендей, әр адамға дейін. Иә, толықтай келісемін. Команда туралы айтып бастадыңыз, сол туралы бір сұрағым бар. Сізді жалпы осы тәжірибеңіз бойынша сізде көбінесе менеджмент жағынан тәжірибеңіз көп сияқты, енді резюмеңізге қарасақ. Осы стартапты ашу кезінде, осы негізін қалау кезінде, енді стартапта бір CTO болу керек, технология жағына жауап беретін адам болу керек. Сол жағынан сіз команданы қалай құрастырдыңыз? Кофаундерлеріңіз бар ма? CTO сол жағынан жалпы қалай команда құрдыңыз? Қазіргі таңда қалай? Сұрағыңызға көп рахмет. Шынымен мен өзім менеджмент басқару деп айтады ғой. Мамандығында мынаяқта КБТУ-да оқыдым, одан кейін оған әрі deep dive деп айтады ғой, одан әрі қарай дамытып human resource management деген Англияда болашақпен оқыдым. Аллаға шүкір, ол маған берген мамандығым өміріме өте пайдалы болды да. Мен оқыдым, шынымен оқыдым, соның бәрін зерттедім. Бір нәрсе, өте көп нәрселер әлі сол оқыған кезімнен басымда әлі қалып тұр да. Соның бәрін біз мысалы өзіміздің компаниямызда жүзеге асырып іске асырып жатырмыз. Сол мысалы ең мысалы маңыздысы менің ойымша ол корпоративный культура деп айтады ғой. Ол компанияның жаңа мақсаттары, оның ценности, құндылықтары. Компанияның құндылықтары, ол өте, оның бәрі маңызды. Жұмысшылар бір-бірімен қалай қарым-қатынаса дегендей, біздің клиенттерімізбен қандай қарым-қатынасу болу керек, соның бәрін біз ең алдында стандарт ретінде жазып қойдық та, біз қалай оны не істеу керекпіз. Содан кішкентай болсақ та компаниямызда бір осы жақында видеоны қарадық. 2021 жылы август айында біз бәрін бүкіл видеоны YouTube'қа қоямыз да, біз оны доступ по ссылке жасаймыз. Пока әлі жариялаған жоқпыз, бірақ бүкіл видеоларды біз документировать етіп жатырмыз да. Неге? Өйткені біз ешқандай бір күмәніміз жоқ. Біз 1 миллиардқа өсеміз, 1 миллиардтан асып Қазақстанның ең құнды компаниялардың бірі болады деп ешқандай күмәніміз жоқ. Содан біз бүкіл өзіміздің өсуімізді документировать етіп жатырмыз да. Директі фильм жасайсыз ба? Құдай қаласа, директі фильм болғанда, ол біздің сол құндылықтарымыздың бірі, ол адамдарды үйрету. Енді біз жаңа айтып жатқандай, біз қазақ еліне қызмет етіп жатырмыз. Енді біздің адамдарымыз соның бәрін түсініп, қалай компанияны өсіру керек, не істеу керек екен бәрін сол преемственность видеолар арқылы жасап жатырмыз да. Сол енді Құдай қаласа бір күні біз оны жариялаймыз. Әлі оған уақыт келген жоқ. Біз әлі ондай үлкен компания емеспіз, біз туралы жазатындай сол, бірақ біз оған толық сеніміміз бар. Сондықтан біз соның бәрін, жұмыстың бәрін жүргізіп жатырмыз. Біздің командамыз
шынымен өте мықты. CTO жағынан біз қазір түсіндік. Мысалы біз бастағанда енді мен бірақ қана өзім фаундер болдым, менде кофаундер болған жоқ. Осы қазір жаңа айтып кеткендей Юсуп бірінші кофаундер ретінде біздің компанияға қосылды. Енді Юсуп қосылды, құдай қаласа одан да адамдар қосылады деп мен сенімдемін. Құдай қаласа біз ол атақты кофаундер деген атақты қазір бізде өсіп келе жатқан тағы бір менеджерлеріміз бар. Оларға да құдай қаласа жақын арада береміз деп сенімдеміз. Сол енді біз түсінгеніміз, мысалы біздің IT разработчигіміз біздің қазір CTO болған, ол компанияның ең басынан бастап келетқан жігіт қой. Ең бірінші код жазған ол қазір, бірақ мысалы ол ешқашан қалай высоконагруженный система деп айтады. Өте мынандай пайдаланушылар көп системалар. Бізде Қазақстанда сондай разработчиктар олар практически жоқ, өте аз. Өйткені бізде ондай системалардың өздері аз. Может быть, игов болсын, там Каспий, да, там бірнеше системалар, жүйелеріміз бар, болды. Одан басқа жоқ. Сондықтан бізге сондай специалисттер керек. Біз ол специалисттарды қайдан аламыз? Біз қазір мысалы Америка, Англия, Google, Facebook, LinkedIn, Instagram, WhatsApp деген компанияларда жұмыс істейтін адамдарды іздеп жатырмыз. Олар бізге CTO ретінде білетін өте, мысалы бізде қазір айына 100,000 келісім шарт отырады. Ол күніне 20 жұмыс күні болса 5,000 келісім шарт күнде отырады. Кейбір кезде бізде болады бір уақытта өте көп запрос келгенде, кейбір кезде болады мысалы 10,000 запрос келеді да бірден, біздің жүйеміз жұмыс істемей қалады. Енді біз соны реттеу керекпіз. Оны реттеу үшін оны білетін адамды тарту керекпіз. Сондықтан біз қазір өте соған бүкіл вниманиямызды бөліп жатырмыз, көңілімізді бөліп жатырмыз. Сондай адамды табу үшін, біздің компанияға тарту үшін, әрине ол бізге арзан деп шықпайды, оның шығыны да көп. Енді Аллаға шүкір, жаңағы айтқандай, сол инвестициямызды біз тартқан инвестициямызды біз өте ақылды жұмсап, сондай адамдарды тартып, әрі қарай өсуге сол көздеп. Команданы да үлкейтесіз, командамызда қазір бүгінгі күнге 70 адамдай жұмыс істейді. Оны үлкейтудің қажеті жоқ деп ойлаймын, бірақ оны біз сапасын арттыру керекпіз. Өйткені команда үлкен болғанымен ол процесстар тез жүріп кетеді, или ол одан оңай болады деп ол өте үлкен анандай да жауапкершілік жоқ, заблуждение да, анандай. Адамдар ойлайды қазір біз компанияны өсіреміз, адамдарды. Жоқ, ол ондай емес. Процесстар, адамдардың саны көбейген соң процесстары да көп болып қалады. Информацияда компания өзінің ішінде информация жүре алмай қалады. Мысалы бүкіл инновационный компаниялар, олардың ең бастысы, олар кішкентай болып қалып тез-тез жүру керек та. Сен үлкен компания болғаннан кейін ондай мысалы любой өзгерістерді енгізу өте қиын болады. Өйткені әр адам ол сол өзгерістерге өзі өзгергісі келмейді да, и оған кедергі жасайды. Сондықтан біздің ойымызша әрі кетсе бір 100 адамдай біз әлемдік нарыққа шығып, сол жақта өзіміздің керек екенімізді растап, содан кейін ғана команданы өсіруге болады. Қазір командаңыздың ішіндегі жұмыскерлер, олар қазақстандықтар ма барлығы, көбісі? 90-95% қазақстандықтар. Ресейден келген бір разработчигіміз бар. Сосын Өзбекстандағы командамыз бүгінгі күнге дейін 5 адам. Сол
қалғандардың бәрі мен сұраған себебім сіз жаңа 90% айтып жатсыз ғой корпоративтік культура өте маңызды деп. Осы жұмыс істеу жағынан сіздің ойыңызша офлайн офиста отырып бірге жаңа қарым-қатынас жасап араласып жұмыс істеу керек па, немесе сізге сіз басқа кейбір жұмыскерлерді онлайн дистанционно солай жұмыс істеуге ала аласыз ба, шақыра аласыз ба? Маңызды емес па ол сізге? Оның бәрі байланысты. Ол оған нақты жауап осылай дұрыс әлде осылай дұрыс деген жауап жоқ. Ол әр продуктқа байланысты, әр анаға байланысты. Мысалы біз корпоративный культураны қалыптастыру үшін біз тек қана оның алдында офлайн іздедік. Бірақ қазір мен айтып жатырмын, мен өзіміздің командамызға айтарын, біз Астанадамыз ғой. Астанамен шектелмеңіздер. Өйткені бізге қазір мықты специалисттер керек. Мықты специалисттер миллион адам, Астанада 1 миллион адам тұрады ғой, ол өте аз. Ондай специалисттер жоқ. Сондықтан біз басынан бастап білдік, Құдай қаласа біз онлайн жұмысшыларды алатынымызды, бүкіл процесстарымыз біз оған қазір сәйкес келеді. Мысалы бізде бүкіл совещаниялар, видео конференция, дейликтар видеоконференция арқылы жүргізіледі. Біз мысалы жаңа сіз дейлик деген ол Scrum, Agile да, біз бүкіл бізде специальный программа обеспечения бар, Jira деген. Сол жақта бүкіл біз соның ішінде тапсырмаларымызды соның ішінде жүргіземіз. Сол жақта жүргізу үшін сен бір жаққа байланып қалуың керегі жоқ. Бірақ менің ойымша жаңағы культура қалыптастыру үшін обязательно бір какой-то костяк офиста болу керек та. Бізде ол костягымыз бар. Енді мен айтып жатқаным, қорықпаңдар, Алматы болсын, Ташкент болсын, білмеймін, Мәскеу болсын, әлде там Дубай болсын, оған қорықпаңыздар, әр жақтан адамдарды ала берейік. Өйткені специалисттардың біз сапасы маңызды. Сапасы маңызды да, и адамдарды табу өте қиын. Сол сен географияң бүкіл әлемге ашсаң, ол деген қаншама адам саған потенциальный болып келеді. Мен осыдан алдын сұрағым неге сұрадым, жаңа сіз фаундер жалғыз болдыңыз, сосын қалай команданы құрастырдыңыз, CTO технологиялық жағынан қалай қалыптастырдыңыз команданы? Сол оны сұраған себебім, өйткені біздің мақсаттарымыздың бірі ол жас мамандарға, фаундерлерге кеңес беру ғой. Мысалға сіз сияқты басқа бір жас фаундер, бір күшті идеясы бар, стартапын ашқысы келеді, бірақ ода тек қана лидерский качество, менеджмент, жаңа идея бар, бірақ оған күшті жаңа технологический стекті жабатын бір специалисттер керек. Соған қарап команда қалыптастыру керек. Сондай кейске, сондай фаундерлерге қалай кеңес бересіз, қалай қалыптастыру керек? Қараңыз, мен өзім программист емеспін, разработчик емеспін, бірақ менде не болды? Мен алдын айтқанда менде ақша болды. Сол мен ең алдымен өзімнің ақшамды жұмсадым. Өзімнің 200 000, одан да көп болды, бірақ олар кетті ғой әрі бері. Сол нақты трасмиға $200 000 кетті. Сіздерде сондай технический кофаундер деп айтады ғой оны. Ол міндетті түрде керек. Міндетті түрде керек. Неге? Өйткені білетін адам, оны әрі қарай уже үлкен мақсаттарды қойып, сол архитектурасын жасататын адам керек, алдын ала ойлап та. Бірақ сондай адамды таба алмасаңыз, ақшаңыз болса, сіз оны сатып ала аласыздар. Қалай? Сіз оны енді адамды жұмысқа алып, соның біздің жолымыз сондай болды. Өйткені мен өзім программировать ете алмаймын. Аллаға шүкір, біздің корпоративный культурамыз арқылы біздің мысалы ең бастапқыда біздің айлықтарымыз өте аз болды. Ол нарыққа сана қарағанда 3-4 есе аз болды. Бірақ сол корпоративный культура арқылы
біз сол жұмысшылардың сенімін сенімін арттырып, оларды жұмыс істеп, как за идею деп айтады ғой, солай тура келді. Аллаға шүкір, сол Алланың қалауымен біз оны іске асырдық. Бірақ ол әр компанияларда ондай енді өте қиын, қиын да оны жасау. Сондықтан обычно өзінің формуласы бар. Стартапты бастағанда 3 адам бастайды деп, ол хастлер деп айтады, хакер деп айтады, и хипстер деп айтады. Сол үшеуі. Хастлер деген ол бүкіл адамдармен жан-жақты жүріп, араласып, сөйлесіп, инвестициясын тартып, сондай адам. Хакер дегеніміз ол күні түні бойы программировать етіп, программа шығаратын адам. А хипстер ол необычный адам да, өзі маркетингпен, креативный решениялармен, сондай бір необычный жолдармен клиентура табу, инвестиция табу деген 3 роль сондай бар. Енді стартап бастаймыз десеңіздер, сондай 3 роль олар толығымен жауып тұру керек. Басыма қызық бір ой келді да, жаңа айтып жатсыз ғой, басында корпоративный культура арқылы айлығымыз аз болды деп. Сіздер trust деген жаңа сенім ғой ағылшыншадан. Сонда сізде басында жұмыскерлеріңіз осы идея деген сенімімен, сол сенім арқылы біраз қиыншылықтан өтіп, сосын барып өстіңіздер, получается. Шынымен, солай болды. Біздің командамызға мың алғысым. Бүгінгі бүкіл жетістіктеріміз ол тек қана команданың арқасында. Олар болмаса біз осы жетістіктерге жете алмайтын едік. Енді бәрі Алланың қалауымен ғой, бірақ оның артында бүкіл әрекеттер жасайтын ол адамдар. Сол біздің адамдарымыз, Аллаға шүкір, ең басында біз оларды алғанда жұмысқа, біз ең алдында адамның құндылығына қарайтынбыз. Біздің құндылықтарымыз сәйкес келмесе, әрбір фаундардың міндеті ол адамдармен өте жеңіл қоштасу. Мысалы, сен көрсең, ол өзінің міндетін атқара алмаса, ол осы стартаппен құндылықтары сәйкес келмесе, сен онымен оңай қоштасу білу керексің. Өйткені әрі қарай солай әрі қарай мынандай басқа адамдарды жинай берсең, ол стартап ешқашанда өспейді. Ол бір қабілет, фаундардың сондай бір маңызды қабілеттердің бірі. Күшті, рахмет. Мен жаңа Trust Contract басынан сұрағым келіп отқан бір сұрағым бар. Сізде медиада кішкене андай образыңыз бар ғой, мемлекеттік қызметкер деген бұрынғы, сосын стартапер болды деген. Мен өзімде жартылай мемлекеттік квазигос секторында жұмыс істегенім бар. Шет жағасын білем, ол жерде қалай бюрократия болған, келісім шарттарды согласованиеден өткізу, сосын оны қол қою, соның бәрі сіздің тәжірибеңізде, мемлекеттік қызметте, осы Trust Contract-тың идеясын ойлап табуға әсер етті ма? Сол арқылы келдіңіз ба, немесе соның қандай несі бар, артында историясы бар осы Trust Contract-тың шығуының? Әрине бар шығар, бірақ нақты былай сол мемлекеттік қызмет оның артында жатыр деп жоқ, олай айта алмаймын. Басты себебі жалпы Құранда ең үлкен, ең ұзын аят бар. Бақара сүресінде келісім шарттарға отырыңдар, мысалы қарызға берсеңіздер міндетті түрде келісім шарттарға отырыңыздар, араларында куәгерлер болсын, еркектерден бір еркек болса 2 әйел болсын деген ұзын өте аят бар. Жалпы қолма-қол ақша болса да ерінбей келісім шартқа отырыңыздар. Сол келісім шартты жазыватқан адамды оларға зұлым жасамаңдар деген үлкен сондай аят бар. Ең басты біздің идеямыз содан шықты. Мысалы, 2 еркек дегеніміз, әлде 1 еркек 2 әйел дегеніміз, ол біздің блокчейн технологиясы іске асырады. Қалай? Мысалы, келісім шарт
қол қойылғаннан кейін сол келісім шарттың бүкіл данныйлары сол хэшқа айналады да, и сол хэштің бәрі блокчейнға жайылады да. И оны өзгерту мүмкін емес. Оны сол біздің ең бастапқы идеямыз сода болды. Енді әрі қарай енді ол дами берді. Содан ең өткен траст контракттың ең бірінші идеясы ол адамдардың қарыз бергенде соны тез толтыру. Сосын біз үлкен бізге Rixos деген компания, бұрынғы компанияларыма қарыз болды да. Сол біз Астанадағы Rixos'та үлкен ашылу ивентін жасаған. Сол жаққа кәсіпкерлерді шақырып, сол Мерей Шыралы деген бір жігіт бар. Ол сол кезде Invictus Go деген филиалын ашты да. Ол маған бірінші келген, айтқан: Шаке, анау сіз траст контракт деп айттыңыз ғой, қарыз беретін, иә, сол оны біздің компанияға орналастыруға болады ма деп келіп сұраған. Содан ол ең алғашқы клиентіміз сол болған бізде. Сол енді алғашқы идеямыз содан келді. Енді сіздің сұрағыңызға келсек, мемлекеттік қызмет мысалы көмектесті ма, әрі қалай болды ма дегендей, әрине ол көмектесті. Ол үлкен өте тәжірибе. Менің ойымша әр адам стартап бастаймын дегенше ол кем дегенде бір 10 жыл әртүрлі компанияларда жұмыс істеу керек. Ол мемлекеттік қызмет болады ма, бір үлкен компания болады ма, шағын компания болады ма, оның енді маңызды емес. Ол да маңызды, бірақ енді жұмыс істесін, көрсін қалай компания қалай жұмыс істейді, оның процестары қалай қалыптасқан. Соның бәрін қарап, зерттеп, одан кейін бір 10-15 жылдан кейін ол өзінің компаниясын аша алады. Өйткені қазір өте көп жастар олар бастайды да, қалай адамдармен жұмыс істеу керек, қалай оларды басқару керек, қалай процесстарды ұйымдастыру керек, оның бәрін білмейді да. Содан олар неге ұшырайды? Біріншіден өзінің атын кірге батырып, батырады. Өткені барып бірнеше уәделерін беріп, сол уәдесінде тұрмай дегендей да. Бірақ басқа жағынан мысалы америкалық культураны алсақ, оларда fail culture деген бар. Ол жас жігіттер болса да, олар мысалы құлайды ғой, уәдесінде тұра алмай қалады, ақшаны алып оны жұмсап кетеді, анау мынау. Олар оны еш қандай да атын кірге келтірдім, абыройын түсірдім деген оларда жоқ. Оларда ол тек қана тәжірибе. Қайта сондай тәжірибе көп болған соң әрі қарай жүргіземін деп. Бірақ біз қалай болғанмен де біз қазақпыз ғой. Біздің еліміздің өзіміздің сана сезіміміз бар, өзіміздің менталитетіміз бар. Сол менталитетке сай, мысалы, бізде өте қиын да ол. Сен бір рет өзінің атын кірге келтірген болсаң, ол ертең сосын мемлекетіміз кішкентай ғой, бәрі бір-бірін біледі. Ол ертең өте қиын болады. Сондықтан мен берген кеңесім ең алдымен тәжірибені жинау, көру, әрі қарай обычно солай шығады ол. Бір компанияда жұмыс істеп, мысалы мен хабар агенттігінде жұмыс істегенде мен бірнеше көрдім, бағдарламалар жоқ. Мен өзім, бізде художественный совет деген бар, содан мен шығып өзім басқа компанияны, ағамның атынан ашқанмын. Сол компания арқылы түсіріп, бір видеоны, концепцияны тапсырып, олар мақұлдады да. Мақұлдап, олар мақұлдады, келісім шартқа отырды. Содан кейін мен хабардан кеттім, уже дайын бизнесім болды. И обычно солай болады. Әр адам бір компанияда жұмыс істейді. Енді өздеріңіз ағаларыңызды алсаңыздар, аталарыңызды алсаңыздар, сіз енді аталарыңыз болғанда бұрын кәсіп болған жоқ қой. Әкелеріңізді алсаңыздар, олар қалай кәсіпке келді? Олар бір жұмыс жасады да, сол жұмыста түсінді, осындай проблема бар екенін, осы жерде ақша бар екенін, ниша тауып, сол жерге ниша тауып, сол жұмыстан кетерде, или сол компанияға, или басқа сондай сияқты компаниялар, бірақ сол индустрияда қалады да, уже біледі, сол индустрияда ақша бар, қандай проблемалар бар, сол проблемаларды қалай шешіп,
не ұсынып қалай ақша табуға болады. Сіз де жалпы солай келдіңіз, тәжірибе жинап әртүрлі бизнесқа компанияларда. солай келдім, бизнесқа солай. Жаңа стартапты ашқанда да сол проблеманы тауып, оны қалай шешуге болатын идея тауып, содан кейін ары қарай жүріп кеттіңіз. Бизнесмендердің көбісі 90-95 пайызы олар бизнесқа солай келеді. Сондықтан мен айтарым, университет бітіріп бірден стартапер болам, соны бастаймын деген ондай тәжірибе жинау керек емес. Ол уақыттарыңызды жоғалтасыздар. Керек емес. Лучше тәжірибеңізді жинаңыздар, жұмыс істеңіздер, бір 10-15 жыл жұмыс істеп, сөйтіп, сосын барып стартап бастауға болады. Даже енді бүкіл мировой статистиканы алсақ, успешный стартаптардың фаундерлары стартапты бастаған неше жаста білесіздер ма? Қанша? 40 жасында бастайды. В среднем ба? В среднем 40 жасында бастайды. Сондықтан сол как раз 40 жасқа дейін оған дейін тәжірибе жинайды. Жинап, сол сөйтіп әрі қарай өзіңіздің стартап бизнесіңізді бастай беріңіз. Өте күшті кеңес болды, рахмет. Соңғы сұрақтарымның бірі, жаңа сіз Америкаға да барып жаңа акселерация өтіп келе жатсыз, Hero тренингте өттіңіз жақында, сосын Тим Дрейпердің акселерациясын тоже өткен шығарсыз. Сол акселерация жағынан тоже кімдері біздің жас фаундерларға беретін кеңесіңіз, жалпы өзіңіз оған қалай жеттіңіз, қалай сол акселерацияларға біріншіден кіруге болады, ол жерден қандай пайда алуға болады, жалпы оған бару керек па, соған тырысу керек па, сол туралы кішкене кеңесіңіз. Өте орынды сұрақ. Енді маған постоянно жазаттан, шынды айтсам, инстаграмда апта сайын бір адам жазып тұрады, маған кеңес беріңізші, бір кездесейік, шай ішейік деп. Енді мен айтарым, енді көбісіне мен былай кездеспеймін да, неге? Өйткені әр кәсіпкердің өзінің фокусы болу керек. Ол фокус сен әрі-бері жүргеннен енді оның ешқандай пайдасы жоқ та, енді пайдасы бар шығар, бірақ ол уақытты көп жұмсайсың да, өйткені бір аптада кейбір кезде бірнеше адам жазады. Кездесейік, осындай стартапты бастап жатырмын, қалай, не деп. Сол енді менің айтарым, оларға ең алғашқы кеңес беретінім, сіз өзіңіздің идеяңыз болса, ол идеяңызды ең алдымен инкубация деген нәрсе бар. Инкубация арқылы өткізіп көріңіздер. Ол инкубациялар Алматыда, Астанада да, қазір бүкіл Қазақстанда ашылып жатыр ғой, Астана хабтың филиалдары. Сол жаққа барып, сол жақтан өткізіңіздер. Өйткені идеялардың көбісі олардың артында тек қана адамдардың армандары жатады. Нақты проблемаларды шешпейді да, сол идеяның артынан сен ақша таба алмайсың. Ол өте қиын ақша табу деген. И 90% идеялардың бәрі олар мусорға кететін идеялар ғой. Сондықтан айтып жатқаным, мен кездеспеймін да. Кездесем, мен кейбір кезде айтады, осындай кәсіпкерлерді жинап жатырмыз, давайте бір 5-10 адам болады деп. Осындай кездесулерге барам. Өткені оның сама эффективності көбірек та, или мысалы сіздікі сияқты подкастқа қаншама адамдар көреді. Қазір күшті мүмкіндік болып тұрсыз, бәріне жалпы бір кеңесіңізді, сол сұрақтардың бәріне жауап беруге. Өте дұрыс. Сондықтан ең бірінші инкубациядан өтіп, одан кейін акселерация. Акселерация ол уже инкубация деген, ол өзіңіздің идеяңыз, оны продуктқа шейін бірінші клиенттерге дейін өсіру. Содан кейін акселерация басталады. Акселерация уже сендерде алғашқы клиенттеріңіз бар ма? Сол алғашқы клиенттеріңізді әрі қарай олардың санын көбейту, табысын көбейту көмектесетін бір құрал. Оларға міндетті түрде қатысу керек. Біз қаншама акселерацияға қатыстық, біз одан ерікпейміз, жалықпаймыз, сол постоянно қатысамыз, әр қандай бір акселерация болды, оларға постоянно подавать еттік. Жаңағына мен айтқанда да, біздің ең алғашқы акселерациямыз сол Сбер 500, ресейлік Сбербанк, сол кезде әлі Ресей мен Америка әлі достасты, Global 500 пен бірге бүкіл СНГ-де, Прибалтика
қазақстан бүкіл басқа стартаптармен 500 стартап жинады да біз буткемптан өттік. Америкалық тікелей сол Global 500-тан білім алдық, қалай жасау керек, не істеу керек екен. Сондайлардан міндетті түрде әр стартапер өту керек. Өйткені ол ойлайды, қазір мен бастаймын, өте оңай, ол оңай емес. Ол әр мысалы традиционный бизнесқа қарағанда стартап жасау ол 10 есе қиын. 10 есе қиын. Ол өте күрделі мәселе. Сондықтан ең басында содан бастаңыздар, кітап оқыңыздар, бірнеше кітап бар, Lean стартап деген, орысша бережливый стартап деп аталады. Потом от нуля к единице деген бар, Питер Тиль, бірнеше кітаптар бар. Қазір Инстаграм, бірақ Инстаграм емес, Инстаграм онша сондай жақсы құрал емес, ол заблуждение да, сол жақта көбірек уақытың кетеді. YouTube өте жақсы. YouTube'та бүкіл нәрселер бар. И мысалы сен стартап, венчурный инвестиция туралы қарай бастасаң, әрқалай ол саған рекомендация арқылы ұсынады да, бүкіл видеоларды. Сондықтан содан үйреніңіздер, қараңыздар басқа компаниялар қалай бастады, не істеді. Ең маңыздысы қандай қателіктерді жіберді. Сол басқа компаниялардың қателіктерін қарап, одан үйреніп, өзіңіздің компанияларыңыздан Құдай қаласа Алла нәсібе атсын, бүкіл әлемге шығарып, үлкен компания, қорықпай жасай беріңіздер. Алла тағала жар болсын, көмектесін, соған тілектеспін. Күшті, өте күшті, рахмет. Мен жалпы негізі соңында сізден жалпы жас мамандарға, фаундерлерге беретін кеңестеріңіз деп сұрайын деген, бірақ сіз бәрін айтып тастадыңыз. Әр сұрағыңызда пайдалы кеңестер болды. Өте күшті, рахмет. Сондықтан басқа біздің көрермендерге, тыңдармандарға айтқыңыз келген бір жолдауыңыз болса, сонымен аяқтасақ эфирді. Шынымен осындай келіп жатқан мақсаттарының ең бастысы ол әрине өзіміздің осы қараватқан қарапайым халқымызға сондай кеңестерді беру, қалай өсу керек екенін. Енді біз өзіміз бір үлкен жетістіктерге жеттік деп әлі де айту өте ерте. Бірақ енді Аллаға шүкір Қазақстандағы ең белсенді стартаптардың біріміз. Сол Құдай қаласа ол әрі қарай жалғастыра береді деп сенімдеміз. Сондықтан осы жаққа келіп жатқан себебіміздің ең алғашқысы ол сондай ақпарат беру, кеңестер беру, қалай стартаптарды жүргізу керек, сол өзіміздің әлеуметтік сондай борышымызды орындау. Ол өте пайдалы болды деп енді сенімдемін. Енді қалай болса да енді тілейтінім бүкіл халқыма, енді осы қарап жатқан көрермендерге ең бірінші өзіңіздің идеяңызға сену керексіздер. Оған сеніп, ешқандай қиыншылықтардан қорықпай, көз қорқақ, қол батыр деп айтады ғой дана қазағымыз. Сондықтан соған әрекетті бастаңыздар, ниеттеріңізді түзеңіздер де әрекет жасаңыздар. Аямай, тыным таппай, күні-түні жұмыс істеңіздер. Сөйтіп жұмыс істесеңіздер, міндетті түрде нәтижеге жетесіздер. Ол 100%. Өте күшті. Рахмет. Көп рахмет шақырғандарыңызға. Сізге үлкен рахмет, келгеніңізге, осындай өте пайдалы сұхбатты болып деген сенімдімін. Сіздерге, проекттеріңізге, Трасмиға үлкен жетістіктер тілеймін, сәттілік тілеймін. Бұйыртса сол қойған жоспарларыңыз бірінші юникорн болу, басқа да жоспарларыңыз бәрі жүзеге асады деген сенімдемін. Тағы бір рет өте үлкен сізге рахмет. Көп рахмет. Аяғында да біздің парақшамызға қазақ елі деген инстаграмда, фейсбукта қазір мысалы стартап бастасаңыздар, LinkedIn жүргізу керек. Сол жақта жазылыңыздар. Мысалы LinkedIn ағылшын түрде жүргізсем, Facebook пен Instagram орыс тілінде жүргізем. Оған да айбетпеңіздер. Енді ол біз Қазақстанда ғана емес, басқа мемлекеттерде де жұмыс істейміз. Бірақ енді өзіміздің
бірақ қанымыз қазақ. Осы подкасттан кейін қазақшада жазасыз деген сенімдеміз. Құдай қаласа, мен де ойлаған оның алдында бөлек қазақша жасаймыз ба деп. Сол бізде бір Ардақ деген бізде Трас медиа 3 жылдан аса жүретін бір өзі филология мамандығын бітірген қазақ жігітіміз бар. Соған айтқам, давай бір қазақша жасайық деп. Сол Құдай қаласа ресурстар болса міндетті түрде жүргіземіз. Біздің де енді қазақша сөйлейтін көрермендеріміз түсінсін, білсін, қалай оны жүргізу керек екен. Құдай қаласа ол әлеуметтік борышымызда Құдай қаласа орындаймыз. Қазіргі кезде сол орысша жүргізіп жатырмыз. Оған қатты айып етпеңіздер. Соған керемет, рахмет. Қазақ еліне көп рахмет. Тағы да бір рахмет. Сіздермен бірге болған Инвестала подкасты. Парақшамызға жазылыңыздар, лайк қойыңыздар және келесі эпизодтарда көргіңіз келетін қонақтарды комментария жазып кетіңіздер. Рахмет. Көп рахмет.